Алдыңғы серияда естеріңізде болса, біз кровляның, яғни шатыр жабынының жартысынан келіп тоқтағанбыз. Дәл қазір бізде астыңғы екі слой, яғни пенофлекс пен параизоляцияға қатысты жұмыстарды бітірдік. Сол жайлы сіздермен бүгін толық бөлісеміз. Және қандай тақырып қозғалады біздер, әке? Бүгін бізде сырттағы канализация жұмыстары, және де забор, одан кейін водотводный дренаж жайында толық ақпарат беріп өтетін боламыз. Онда кеттік ары қарай. Жалғастыратын болсақ, бізде алдын тура мынау төбені бір түсіретін болсақ, тура осы этапта тоқтағанбыз. Дәл қазір бізде мин плитамыз тұр. Ары қарайғы жасалған жұмыстарды іш жақтан көруге болады. Пенофлекс жабысты, оның бетінде бізде параизоляциямыз тұр. Жалпы, Раке, пирогқа қатысты бір толықтырып кетейік та еске түсірік. Біз басынан бастап айтып өтейін. Қазір пирог қалай болған, жоғарыдан төмен қарай бастайын бірінші. Ең бірінші бізде тұрған, яғни профлист 0.45 толщинадағы өткенде ұзындығын айтқанбыз. Біз осы пролетті 14 метрлік 7,5 метрден бір-бірінен нақылөс 1 метр отырғызып, мінгізіп, профнал стилді жаптық, профлисті. Одан кейін бізде контррешетка кетті. Контррешетканың астында ветрогидрозащитамыз бар, яғни пленка 10 ана жерден көрсек болады. Кейін 3 слой пирогымыз бар. 3 слой пирогтан кейін астына біз балка тастадық. Сол балканың жанынан жесткость болу үшін, яғни пролет ұзын ғой бізде. Соның жанына 5-5 рейкілерімізді қатырып шықтық. Одан бөлек пеноплекстеріміз түсіп кетпеу үшін қосымша біз сол 5-5 рейкілерді 58-55 сантиметр кесіп, оларды да қосымша қойып кеттік. Ерден тағы да оны көрсек болады. Ал одан кейінгі уже төменге түсетін болсақ, бізде пеноплекспен көріп тұрғандарыңыздай параизоляционный пленка төселді. Яғни бұл пленкаларды біз зонтиктерге отырғыздық, өйткені пеноплекске біз степлермен, яғни отырғыза алмаймыз. Сол үшін де 70-тік шуруппен, басындағы өзі бандольдар тұр бөлек, солмен яғни қатырып шықтық толық. Параизоляционный пленка бізге не үшін керек, оны да кішкене бір толықтырып айтып өтейік. Үстіндегі де жаңағыдай гидроветрозащита не үшін керек. Біздегі іште тұрған 15 сантиметрлік мин плитамыз, ол қай кезде жұмыс істейді, оның арасында яғни ауа болады негізінде. Ол ауаның есебінен біздегі сырттағы суықты ішке өткізбей тұрады. Ал ол ауа жаңағыдегі гидрозащита болмаса, астындағы паразащита, яғни ішіне пар барып, іші влага, яғни ылғалдылық болатын болса, ол кезде ылғал тартқаннан кейін ол өзінің жұмыс істеуін, яғни төмендетеді. Сол үшін де біз астына және үстіне осындай қосымша параизоляционный және гидроветрозащиталық пленкаларды қосымша істеп кеттік. Астыңғы и үстіңгі жағынан қосымша. Сосын мына жердегі зондтарға қатысты айтып кетейікші. Зондтарымыз қазір бүйтіп байқайтын болсаңыздар, бір линияда жатыр. Бір линияда жатыр. Астындағы біздің балкаларымыздың орнын көру үшін. И ішкі жұмыстарды ертең жалғастырған жағдайда, гипсокартон болсын, басқа дүниелер жасаған жағдайда да өзінің жаңағындай профильдерінің орнын дұрыс қою үшін. Одан кейін мынау қарап тұрсаңыздар, электриктерді бізде жұмысын істеп кеткен, клипсиларға отырғызған. Мына жерде көрсеңіздер, гофраларымызда. Сол гофраларға да клипсиға біздің осы линия, яғни балка түскен линияға, яғни шуруппен отырғыздық. Сол үшін де бізге электриктерге де, яғни орындар анық болып көрініп тұрады. Бұны бөлек ертең астын ашып, қазып тауып жүрмейміз. И алдағы уақытта отделка істейтін кезде де сол гипсокартончиктердің профиліне бізге уже дайын, былайша айтқанда, линия тұр. Проводник болады, бізде осы линиямен уже тартып жұмыстарын істеп кете береді. Енді біздегі қазір бригадада, вообще жалпы құрылыстың басында бізде параллельно 5-6 бригада жұмыс істеп жатыр. Электриктер, сантехниктер, вентиляцияға қатысты, штукатурка іштегі құрылысшылар және сварщиктер. Осы 5 бригада, тағы бұларға осы бір аптаның көлемінде тағы 2 бригада қосылады. Ол біздегі толық сырт жақтағы терезе, есік, яғни витражный системаларымызды қоятын. И плюс біздің композитный панельге қатысты мастерлеріміз келеді. Сол кезде құрылыстың басында 7 бригада жұмыс жасайын деп тұр. Рәкең даусын байқасаңыздар, сәл ғырылдап қойған, одан бетер бекітіліп қалмаса болды. Құрылысты қадағалаймын деп. Жалпы мына жерде қазір байқасаңыздар қалай бар, солай түсіріп жатырмыз. Кішкене шашылып жатыр, басқа болып отыр. Өйткені бұл жерде құрылыс жасап жатқан жұмысшылар көп параллельно. Бұл жердегі бізге маңыздылығы жұмыстың качествосы, дұрыс орындалуы, технологияның сақталуы. Рәкеңнің осы жердегі жүріп барлығын толық қадағалап жүруінің үлкен септігі бар. Себебі бұл жерде әр мысалға электрик
жұмысын жалғастыра алмайды, себебі төбесі толық бітпеген, электриктен кейін вентиляция өзінің жұмысын жалғастыра алмайды, себебі кабельдердің орны шықпаған деген сияқты барлығы бірін-біріне байланысты дүниелер болғаннан кейін оның барлығын дұрыс қадағалап, дұрыс тапсырма беріп отпаса, бұл жерде қайтып бұзу, қайтып жөндеу, демонтаж деген сияқты нәрселер қосымша шығынға, уақыттың созылуына алып келеді. Сол себепті ол өте маңызды процесс. Мынау көп объектілерде бізде жаңағыдай черновой этаппен үйлер тоқтататын кезде көбісі мен электричествомды тартып, сылақ жұмыстарын бітірейін деп істеп жатады. Жаңағыдай электричествосын, проводтарын барлығын тастап. Яғни үлкен суммадағы ақшаға, мысалы 2 этаж үй болатын болса, 354 квадрат, оған үлкен суммадағы ақшаға кабель алады, және де электриктің ақшасын төлейді, жетті сылақ тастап кетеді. Яғни сылақтың астында қалсын деп. Ол яғни дұрыс нәрсе. Бірақ егер де сіз биыл ішке кіріп отделка жұмыстарын істемейтін болсаңыз, енді бұл көп құрылыс істеп жатқан кісілерге қосымша ақпаратта бізде көбінесе сырттан адамдар кіріп, яғни түнде болсын, басқа уақытта болсын, яғни кабельдердің бәрін жаңағыдай жұлып алып, штукатуркадан кесіп, былайша айтқан кезде жаңағыдай ертіп өткізіп жатады. Сол үшін егер бізден енді қосымша бір не ғой, пайдалы ақпарат болсын деп беріп жатқанымыз, егер де сіз сол жылы, яғни құрылысты біткен жылы ішкі отделка жұмыстарын бастамайтын болсаңыз, мүмкіндігінше кабельдерді тастамай қойған дұрыс болады. Өйткені біреулер айтады, мен забор істеп тастадым, ана ол қатты көмектеспейді. Забордан асып, ол жерде өйткені оны ұрлайтын адам, кесіп алып кететін адам ол жерде жақсылап зерттейді. Содан кейін барып сіздің неңізге, жаңағыдай үйіңізге қосымша ұрлыққа түседі. Алдағы сол келесі жылы жұмысты жалғастырамын деген кезде тағы да қосымша шығынға түсіріп жатады, қосымша шығынға түсіріп жатады. Енді бұл история бір 10 үйдің 2-3-еуінде болады, негізі оны мойындау керек. Ол нәрсе болып тұрады. Сол себепті егер есік терезелер қойылып, іш жақтағы отопление жүргізіліп, жылу беріліп, іштегі жұмысты қыстың күні жайлап ұсталар өздері жайғастыра береді деген ой болмаса, бұны келесі жылға қалдырсаған дұрыс болады. Жалпы бізде қазір үйдің ішіндегі электрикамен және вентиляцияға қатысты жұмыстар бір 70-80%-ға уже жақындап қалды. Біз егер вентиляцияны жалпы преимуществосын айтып кетейікші. Не үшін жасатып жатырмыз? Егер ол вентиляция жүргізілмеген жағдайда қандай дүниелер ескерілу керек? Приточный клапан деген сияқты. Енді бізде қазір көбісі дуал құрылысты жүріп жатқан кезде кірпіштің арасынан тесік қалдырып кеттім, ол вентиляция деп ойлап жатыр. Негізі ол вентиляция қай кезде жұмыс жасайды, сырт жақтан ауа кіріп тұратын болса, циркуляция болған жағдайда. Ал бізге вентиляция қай кезде керек болады? Қыстың күні отопление қосылып, іштегі ауа қысымы көтерілген кезде, уже сол кезде керек болады. Ал сол сәтте бізде бүкіл терезелер жабылады, өйткені дала суық. Сіздердің қалдырып кеткен вентиляция деп жүрген тесік жұмыс жасамайды ол кезде. Ол үшін ең бюджетный вариант, жаңағындай өзінің кішкене сақтайтын технологиялары бар. Диагоналынан, егер мына жерде тесік қалдырылса, диагоналынан сырт жақтағы торцевой дуалда приточный клапан қалдырылады. Примерно бір қазіргі нарықта бір 100-150 мың теңгенің шамасы болатын шығар біреуі. Өзінің ішіндегі сырт жақтан ауа кіргізбейтін фильтрлері болады деген сияқты. Енді жоқтан бары ол ең бюджетный, жасап кеткен дұрыс дүниесі болып есептеледі. Ал жалпы вентиляция болып жасау жағдайда нені ескеру керек, және қандай плюстері бар? Бір бөлмеден қазір мысал келтіріп кетейік. Жаңағыдай Нұрекең айтып өткендей, сырттағы ауа кіру керек, және іштегі ауа сыртқа шығып кету керек. Кішкентай біздегі турбамыз оцинкованный листтен істелген, бұл вычетная система, яғни іштегі ауаны сыртқа шығарады. Үлкенде болып тұрғанымыз бізде, яғни бұл ертең жазғы уақытта дополнительный кондиционирование, и одан кейін қыстың уақытта, яғни приточка ішке ауа кіріп тұру қызметін атқарады. Яғни былайша айтқан кезде бөлменің ішіндегі ауа алмасып тұрады. Ауа алмасқаннан кейін, яғни миға дұрыс кислород барады, адамның басы жақсы жұмыс істейді деген сияқты ғой. Бұндай дүниелер яғни істелмейміз, бұл маған қалтама ыңғайсыз келеді, яғни көп қаражат талап етеді дейтін болсақ, онда жоқ дегенде біз естественно вентиляцияны істеп өтуіміз керек. Яғни бөлмелердің бір шетінен, ол жерде енді санузелге, кухняға обязательно істеледі. Біреу бөлмеге, біреу жаңағыдегі неге, газ плитаның үстіне. Оның жоғарғы жерге, яғни жоғарғы крышаның үстіне, яғни өзінің специальный дефлекторлар қойылады. Сол дефлектор арқылы іштегі ауа, яғни ауаны хотя бы алып тазалап отырады. Яғни ішке кірмесе де. Яғни бұл ең бюджетный варианты. Толық вентиляцияның өзінің технологиясын сақтап істеу ол біраз қаражат талап ететін ақиқат.
бірақ кейбір кісілер уақыт өте келе мысалға спальниге, залға, жатын бөлмелер болсын, қонақ күтетін, күнделікті отыратын асхана болсын, кондиционер қойдырып жатады. Кейін уақыт өте келе. Күннің ыстығынан, тем более Шымкентте бізде ыстық, сол шыққан шығынды егер бастапқыда дұрыс ескеретін болса, өйткені кондиционер бізде электр қуатында қатты талап ететін құрал ғой. Соның барлығын ескеретін болсақ, негізі ол алдағы уақытта сіздің біріншіден бюджетіңізді, екіншіден денсаулығыңызды үнемдейтін болады, денсаулығыңызға қатысты. Бізде бір енді стереотип дейміз ба, қалып кеткен дүние, көзге көрінбейтін нәрсеге ақша төлеуге сәл дайын емеспіз да біз қазір. Ол көзге көрінбейтін деп жатқанымыз енді вентиляция ол ауа ғой. Ауаны ешкім көрмейді, үйге келген қонақ мына жерде күшті ауа жүр деп ешкім айтпайды. Сол себепті ол нәрсеге өздеріңіз үшін басынан бастап құрылыстың кезінде бюджетті соған арнайы бөліп кететін болсаңыздар, ол өзіңізге, өсіп келе жатқан ұл-қыздарыңыздың денсаулығына жақсы әсерін тигізетін болады. Біздің екінші қабаттағы спальниден шығатын ашық террасамыз, яғни мынау эксплуатируемый кровля болып тұр. Біз бұл негізі жобада бастапқыда айттық қой, алдағы уақытта әрбір үйде болатын сұрақтарды барынша қамтып кететін жобаны, сондай үйді, сол проектін таңдадық. Өйткені бұл жерде бір емес, бірнеше стиль тоғысқан, кровляның скрытый жері бар, ашық жері бар, жабық террасамыз бар, ашық террасамыз бар деген сияқты. Тура сол эксплуатируемый кровляға қатысты ақпаратты кішкене толықтырып өтсек. Өйткені тағы бір ескере кететін мәселе, бізде қазір мына жерде парапет сияқты болып тұр. Ал жобада бастапқыда егер естеріңізде болса, бұл жерде бізде стеклянный перила болған. Біз не үшін өзгерттік? Бастапқыда айтып кеткендегідей, жоба құрылыс кезінде кішкене өзгеріске ұшырайды, импровизация болады. Неге? Өйткені жергілікті локацияға байланысты, көршілердің орналасуына байланысты. Тем более бұл қыз балалардың бөлмесінен шығып тұрған терраса болғаннан кейін, мына жердегі біздің стеклянный периламыз алдағы уақытта жаздың күні сыртқа жатып демалған болсын, отырған болсын, ол кезде дискомфорт тудырмас үшін біз бұны осылай толық глухой қылып істеуді дұрыс көрдік. Тапсырыс берушінің талабы бойынша, ақылдасу бойынша. Жақсы. Мына жерде біз қазір шлакоблокпен көтеріп, үстіне сейсмопояс құйдық. Яғни бұл жерге бізде ешқандай бір несущий конструкция емес, сол үшін барынша бюджетный вариант қылып істеп жатырмыз. Және де штукатурка істелді. Бұл жерде пирогында біз предварительно қазір айтып өтсек болады. Мына жерде плитаның үстіне мен ұсталарға тапсырма берген, цементный песчаный раствормен бетін тегіс қылып тегістеп шықсын деп. Не үшін? Өйткені бұның бетіне біз бірінші битумный, яғни гидроизоляция жағатын боламыз. Кәдімгі шелектегі технониколь болсын, болмаса басқа фирманың, яғни гидроизоляциясын жағып шығамыз. Ол примерно бізде мынау борт тұр, содан 30-40 сантиметр жоғарғы биіктікте көтеретін боламыз. Одан кейін біздің уже пирогымыз басталады. Пирог қысқаша айтып өтетін болсақ, пароизоляция болады, одан кейін утеплениеміз болады, одан кейін стяжкадан кейін возможно екі слой рулонный және техноникольдің өзінің ЭКП, ЭПП деген слойлары бар, соны төсеп шығамыз. Кейін өзімізге керекті және гранит немесе керамогранит сияқты дүниелерді жасайтын боламыз. Ең соңғы слой, да? Ең соңғы слой. Сосын енді алдағы уақытта кішкене өзгерістер болып жатса тағы да толықтырамыз. Бізде қазіргі келісім бойынша электрический теплый пол болу керек болып тұр. Уклон былай қарай кетеді да, көзге көрінбейтін, білінбейтін, дискомфорт тудырмайтын үстіндегі адамдарға. Мына жерден біз қосымша тесік шығарып, сырт үстіндегі жауын шашыннан, қыстың күнгі қардың жатып еруінен болатын суларды алып кететін бізде канал болады тура осы жерде. Мына жерге парапетный воронка қоямыз. Парапетный воронка болады да, ол бізде мына жақта бір түсіріп байқайтын болсақ, односкатный кровлямыз тұр. Осының суағарына қосылып, сырт жақтағы дождеприемникпен водоотводный дренаж арқылы сырт жаққа шығып кететін болады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, парапетімізде біз примерно размері 80-ге 60 қылып окошко қалдырып кеттік. Ол окошканы біз алдыңғы видеоларда айтып өткенбіз. Қозблокта да істеп кеткенбіз. Қозблокта да бар бұл момент. Екі жағында, яғни сквозной ауа өту үшін циркуляциясына, тура сол нәрсе. Яғни мына үйдің бізде мына плитаның асты уже зданиямыз болған үшін, ол жақтан яғни ыстық ауа көтеріледі. Сол кезде конденсат крышаның астында болып қайтадан пенобетонның үстіне түспес үшін, яғни мына жерден окошко қалдырып, осы іштен ауаны айналдырып тұру үшін қалдырылды. Яғни біз бұл жерде скат төмен болғаннан кейін ар жақтан тағы бір осындай окошко қалдырамыз, және де қосымша
бір-екі дефлекторлерді қоятын боламыз. Дефлекторлар міндетті түрде қойылады. Иә. Өйткені бізде іш жақтағы жилой помещениелер, іш жақта жилой помещение болғандықтан ертеңгі күннің ысыған жағдайында астындағы бөлмелерге дискомфорт тудырмас үшін. Сосын тағы бір мәселе, біздің именно осы жерге террасаны қалдыру себебіміз жоба бойынша 2 жатын бөлме бар бірінші қабатта. Сол 2 жатын бөлменің 2 гардеробы осы жерге түскен. 2 гардеробы осы жерге түскен. Ертең күн қатты минусовой температура болып, кішкене суық ішке қарай әсер еткен жағдайдың өзінде жатын бөлмелерге емес, ол осы гардеробтарға әсер ететін болады. Ол да қосымша тұрғындарға қолайлы өмір сүруіне жақсы әсер ету мақсатында бастапқы жоба кезінде ескеріліп кеткен дүниелер. Кеттік па? Жалпы құрылысымыздағы жобадан тағы бір ауытқу болған жерін көрсетіп кетейік. Ол бізде бастапқыда жоба бойынша біздің композитный панель, каркасты байқап тұрсаңыздар, осыны қапталатын композитный панеліміз Сибалюкс болады ма, HPL болады ма, немесе Аликабонд болады ма деген сияқты материал әлі толық таңдалмаған еді. Қазір біз материалды бекіткенімізге байланысты біздің каркастың размері шықты. Сырт жақтағы қаптауға қанша сантиметр қалатынның барлығына сол моменттердің уже толық бекітілуіне байланысты. Егер проект естеріңізде болса, бізде кровля ішке қарай тура осы жерден 45 градуспен сынған тұғын скат былай сыртқа қарай шығару мақсатында істелген еді. Енді қазір кровляны біз өзгерттік. Осы өзгеріске қатысты не үшін мынау бұрыштан тартпадық балканы, не үшін осы бұрыштан сындырмадық, не үшін скат ішке қарай кетіп қалды. Раке, алып қосатын. Толық айтып өтейік. Өткенде жерде көрсетсек болады, біз балдарға тапсырма беріп, яғни бұл жерге де парапет өрдірген болатырмыз, кейін бұздық парапетті. Және де әзердегі шатырымызды ортада, яғни бізде мынау парагон тұр. Сол парагонды 45 градусқа туырлап, шеттен, шеткі бұрыштан 45 градусқа туырлап біз алып еттік. Бұл не үшін істелді? Бізде яғни алдыңғы проект бойынша істейтін болсақ, мына жердегі яғни 90 сантиметрімізден біздің мына скатымыз көтеріліп кететін болды. Ол сырттан бірінші көрінеді. Ол былайша айтқан кезде бізге керекті көріністі, сұлулықты аламай қаламыз. Екіншіден ол көтерілгеннен кейін, яғни Аликабонд пен профнастилдің арасында бізде зазор ашық қалады. Ол жерде ертең қосымша жабу керек болады, ол жерден жаңбыр ұрады, қар ұрады деген сияқты сондай бір мәселелер болды. Және де 45 градуспен істеп, біз алдындағы балконға суағарымызды қосып жібереміз деген жоспармен осындай бір шатырды таңдап осыны бекіттік. Негізі жобадан ауытқу деп былай дұрыс емес естілгенімен, ол құрылыстың кезінде іс жүзінде болып жатқан өзгерістің барлығы ол қосымша плюстер негізі. Бұл жерде ешқандай минус жоқ. Біздің мынау алдыңғы видеода естеріңізде болса бір парапет болды, оны бұзып тастауымыздың себебін Рәкең түсіндіріп өтті. Енді қазір мынау скаттың осылай кетуінің тағы бірден бір себебі алдыға қарай кетуінің. Егер алдыда парапет болатын болса, онда мына жерде снеговой мешок пайда болмайды ма, бұның су астындағы ашық тұрған террасаға түспейді ма деген сұрақтар болатын болса, бізде бұл жерде цельный листтен арнайы осы құрылыстың басында суағарды жасайтын боламыз. Және де бізде мынау қазір каркасты байқап тұрсаңыздар, осы жерден лотоктың орны ашылады да, мынау ашық тұрған спальныйден шығып жатқан террасамыздың уклонын осы жаққа қарай ориентир аламыз. Және де мынау алдындағы парапеттің уклонын аламыз да, осы арыққа түскен судың барлығын осы общий лотокпен бірге алып сырт жаққа қарай шығып кететін боламыз. Оның барлығы есептеліп жасалып жатқан дүниелер. Бұл қосымша үлкен плюстер негізі. Ертең біткен кезде тағы да толық детально көрсететін боламыз. Не үшін олай жасағанымыз сол кезде толық түсініктірек болады. Кеттік онда.